Ал қыздар, мынандай пинетки тоқуды үйренеміз. Өте оңай пинетки. Мұны мен Ализе Baby Bestен тоққаным. Мынау білмеймін, бір қалың жіп, білмеймін, жуан жіп не екен, бірақ ішінде жүні бар әйтеуір. Толстая вязка, грубо вязка, жүні бар, ішінде өте жылы. Бір клиент сұраған еді, қалың керек деп соған тоққам ғой. Екіншісі алып кетті уже, сол жіптен тағы да тоққан. Және мынау банета, жилетканың жібінен тоққан. Бұл енді жұқалау болады, жеңілеу болады. Алардан әрине. Бірақ жылы болады өйткені бұның құрамында жартылай жүн, тоқ тұстан свет өшкен кезде, сабақ орындай алмай жатқан кезде тоқып тастадым. Енді қазір бұл оңай пинеткиді қалай тоқимыз, соны түсіремін. Енді мен өзімнің өлшемімді алайын. Мен жіңішкелеу специяды алдым. Где-то 2,5, линейкамды таппай жатырмын. Өлшейтін 2,5 где-то жіңішкелеу. Өйткені мына жібімде менің жіңішке. Хотя бұл жерде рекомендованные, қараңыздар, 4,5, көрмей ма? 4,5 дейді. Бірақ 4,5 үшін мына жіп, конечно, жіңішке болады. Мен 2,5 алдым, өйткені пинетки аяққа киіледі, тазда болу керек. Енді пинеткидің размерлерінде бір қолым тигенде тастаймын сіздерге. Мысал үшін, ең кіші пинетки, обычно 6 айға дейін, где-то примерно 9 сантиметр. Менде мынау сондай 9 сантиметр болды. Табаны 9 сантиметр болды. Осы 9 сантиметр шығу үшін мен кіші размерден тоқимын, одан арғарай өзіңіз үлкейте бересіздер. Қаншама сіздерге керек. Алып алған, жинап алған, теріп алған ілмектің санына қарай үлкейтеді, өлшемі табанының, немесе жібіңіздің жуандығына қарай үлкейте бересіз өзіңіз. Қанша керек сіздерге. Мұны мен мысал үшін, осы 9 сантиметр шығу үшін 16 ілмектен бастадым. Бірінші қатарды, кәдімгідей, мен сіздерге қазір мына видеодан түсірмей қойын. Кәдімгідей классикалық әдіспен теріп аламыз 16 ілмекті, және бірінші қатарды бірыңғай 10 етіп тоқып аламыз. Мен қазір өзім тоқып алайын, одан кейін арғай жалғастырамын.